6-шы маусымның жаңа қатысушысы. Келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Жайғасыңыз. Ал танысайық сізбен. Жаңа қатысушымыз, есіміңіз? Есімім Жанна. Жанна. Ой, ерекше әдемі есім. Құрметті көрермен, 6-шы маусымның жаңа қатысушысы Жанна есімді бойжеткен. Жасыңыздан бастап білейік, ал толық танысайық, қай өңірденсіз? Есімім Жанна, жасым 23-те. Астана қаласынан келіп отырмын. Толық отбасыдан шыққанмын. 3 ағайындымыз. Сіз ортаншысы, кішісі? Мен тұңғышымын. Тұңғышы, үлкенсіз. Жалпы өзімнің отбасылық жағдайыма келіп өтсем, ажырасқанмын. Bir ұлым бар. Ажырасқансыз, иә? Иә. Және де бұрынғы күйеуіңіздің есімі? Асылжан. Асылжан, сіздер білуімше, сіз қашан екеуіңіз екіге кеттіңіздер? 3 ай болады. 3 ай болады. Ресми түрде ажырасып кеттіңіз? Ресми түрде ажырасқанбыз. Ал қанша уақыт бірге тұрдыңыздар? 3 жыл. 3 жыл. Ал қазір сіздердің араларыңызда бала бар? Арамызда бір ұл бар. Ара-қатынасымыз жақсы, бірақ ажырасып кеткеннен кейін, ресми түрде ажырасып кеткеннен кейін екеуміз мүлде араласпаймыз. Мүлдем араласпайсыздар. Ал балаға алимент төлене ме? Алимент жайында, алимент төленеді. Алимент жайында уже шығып қойды. Бала жайында менің анам арқылы біліп отырады. Болды. Ал баланы көру, кездесу? Қалған уақытында көреді, келіп, кездесіп, тек мен арқылы емес, анам арқылы. Болды. Енді, Жанна, қазір Асылжан, басыңызды көтеріп, микрофонды алып күтпедіңіз бе? Енді қош келдің Жанна, сен киген аяқ киімді уже мен давно киіп тозып тастағам деп айтқым келіп тұр мына жерде. Және де былай ғой, енді айтып жатсың, ешкім ізінен келген жоқпын деп. Бірақ мына жерде енді мен артымнан білмеймін, енді ізімен ізі кезек келіп жатқаны бір түсініксіз жайт болып тұр, шыны керек. Біресе Асылжан, енді оның артынан Жанна келіп жатыр екен. Жалпы енді сен мойындамасаң да бір солай болып бір көрініп қалатын сияқты. Либо сенің бір қытығына тиіп кетті ма, сыртта жүріп көріп, либо өзімді көрсеткім келіп келді ма, типа әлі де осындамын деген сияқты ше. Бар екенді бір көрсеткім келген сияқты. Қалай ойласаң да өз ойың. Мен сыйлаймын, құрметтеймін, екеуіңді де қолдаймын, болды. Айтар ештеңем жоқ. Просто не от души шығып жатыр да, қолдаймын, жарайды деген сияқты. Енді ол жағын бәрін алда көреміз деп ойлаймын. Бізде құрметті көрермен, Асылжан жаңа ашуланып сыртқа шығып кеткен болатын, студия сыртына. Қазір дайын болса, шоу басылса, ішке кірсе. Мынандай жағдай ғой. Бұл кісі екеуміз қазір есептеп қарасам, почти уже 4-5 жылдай болып қалыпты ғой. 4 жылдай. Бұл кісі екеуміз қосылған себебіміздің бірі, екеуміз де бір қиын жағдайларда жүрген кезінде бір-бірімізге қолдау білдірген адамдар болғанбыз. Бір-бірімізге қолдау білдірдік, сол арқылы қосылғанбыз. Біз енді аса бет қатты бір жылдап қыз жігіт болып жүрдік деп айта алмаймын. 2-3 айлап қыз бен жігіт болып жүрдік, бір-бірімізді қолдадық, сол арқылы қосылдық. Кейін уже отбасы болып тұра келе, махаббат, сезім сол кезде ашылып бастады. Одан кейін ұлымыз дүниеге келді. Сол ұлымыз дүниеге келгеннен кейін уже екеумізде көптеген түсініспеушіліктер пайда болды. Бір-бірімізге деген, өмірге деген көзқарастарымыз әртүрлі екенін түсіндік. Біз 1 жыл бойы бұл нәрсемен арпалыстық. 1 жыл бойы арпалыстық, ештеңе шыққан жоқ. Сонымен тыныш отырып, ортақ шешіммен екеуміз екі жаққа кетейік деп шештік. Ал нақты себеп дейтіндей себеп болған жоқ. Жай ғана айтарлықтай себеп жоқ, шыны керек. Сол бір не, бірақ айта кететінім, негізі менің жұмыс істеуіме қарсы болатын. Мен өзімнің бітірген мамандығым бар. Жалпы жұмыс істеуіме, не только мамандықпен, жалпы жұмыс істеуіме қарсы болды. Үйде отыру керексің. Барлығы мен өзім жасаймын. Енді еркек адам айтады ғой, бәрін өзім жасаймын, өзім істеймін. Сондай нәрселерді айтты. Бірақ енді сонда да әйел адам үйде отыра бергісі келмейді ғой, шыққысы келеді деген сияқты. Сол бір себеп те бар. Және де жаңағы өмірлік көзқарасымыз әртүрлі. Жақсы. Сұрап біраз не бір барыс, иә. Бұл жерде енді көріп отырмыз ғой, Асылжан келген кезде де Жанна туралы жаман айтпаған. Жанна да келіп отыр, тегі бір жаман сөз жоқ, бәрі жақсы. Кішкене жаман ойламай, жақсы ойлайық. Өйткені сүрінбейтін тұяқ жаңылмайтын жақ болмайды дейді ғой. Адам болғаннан кейін бәріміз сүрінеміз, құлаймыз. Оған қарағанда Асылжан малайса алиментін төлеп жатыр екен. Енді қош келдіңіз деймін. Сіз де өз бақытыңызды табуға лайықтысыз. Енді жалпы біз енді мына жақта отырған қатысушылар ешкім айта алмаймыз. Сен не үшін келдің, сен неғып келесің, анау әр адамның өзінің ішінде ол нәрсе. Бұл қазір бұл кісіге біз қанша сен Асылжанның артынан келдің десе, бұл кісі поле ол нәрсені мойындамайды негізінде. Бірақ енді сол үшін келді деп те айта алмаймын. Бірақ енді мен сізге нақты бүйтіп айта аламын. Асылжанның көзінде жалпы осы жерде отырып сіз өз бақытыңызды табу сәл қиындау болатын сияқты. Өйткені Асылжан та байқаған шығарсыз, Айгүлге біреу сөйлеп қалса, бүйтіп сөйлеме, сөйтіп сөйлеме, бүйтіп сөйлеме деп. Ертең сізге де сондай бір дүние болып, бір мешать ететін сияқты болып тұр енді. Бір білмеймін енді. Негізі өте ауыр дүние. Бірақ жалпы бақыт болып кетіңдер енді. Жанна, енді қош келдіңіз. Кәдімгідей таң қалып қалдық бүкіл қатысушылармен. Енді күтпеген жағдай болды. Сіз кіріп келген уақытта Асылжан дергін болып қалды.
да, мен әзілдеп айтқан тұғым сен екінші әйелің емес пе деп. Иә деген кезде мен өзім шошып кеткен болатынмын кәдімгідей. Және де сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Ата-анаңыз қандай ойда, енді біледі ғой, Асылжан, Айгүл енді бірінші әйелі дегендей ойлар қандай болып жатыр, қызым бармай қой деген сұрақтар болмады ма сіздің тарапыңызға? Ол жақтың бәрін ақылдасып сөйлесіп келген адаммын. Иә, ол кісілерден айтылды, анам жақтан қалай болады екен деп. Шыны керек негізі өте қиын болды. Бірақ сонда да сырттан адам табу өте қиын. Тауып көрдім, өте қиын. Сондықтан жаңағы айтып өткендей халық алдында отырып, адамды танып, біліп тұрмыс құрғым келеді. Балауса ханым, осы жерде негізі мынандай әңгіме ғой. Асылжанға енді не айтсақ жақпай жатыр, жан-жағына қарап, олай айтпашы маған, бұлай айтпашы маған деп бәріне айғайлап отыр да микрофонсыз. Бірақ Асылжан, бұл сенің жүріп өткен жолың, саған ешкім қинап, бұл екі кісіні ал деген жоқ. Ешкім бұлардан сен бір өміріңді осы адамдармен байланыстырып, одан кейін ажырасып кет деген жоқ. Қатысушыларға ренжуінің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ микрофонсыз айтылып отырған тағы да басқа бір әңгіме бар да, мен ғана емес, біразымыз осы қатарда естіп отырмық. Сен айтып отырсың да, бүгін сен Астанаға қайтасың, мен сені қайтарып жіберемін деп күліп айтып отырсың да. Сонда не істегің келіп тұр бұл кісіге? Бір әлем жетті көрсеткің келіп тұр ма? Қалай қайтарасың бұл адамды? Мысалы, саған тым қатты қызықтырмай ақ қойсыншы ол нәрсе. жоқ, қызықтырмай ақ қойсын деп Асылжан алмай ақ қой мені. Сіз олай әңгіме айтып отырсыз ба? Өзің былығыңды Мен қайтарып жіберемін деген жоқпын. Либо біреуміз қайтамыз деген әңгіме жеткізген. Мына естіп отырған қыз. Екеуміздің біреуміз қайтамыз деп отырсыз ба? Иә. Сіздің ойыңыз бар ма? Жанна қалса мен кетемін, мен қалсам Жанна кетеді дегендей. Білмеймін, көреміз ғой. Құдай бұйыртқан. Мен қазір мына эмоцияға айтып отырмын бүкіл нәрсе негізі. Ойлану керек. Жалпы. Негізі Балауса ханым, адам андай эмоциясын қай уақытта ұстай алмайды, әлі де бір жақсы көру, бір сезімі бар кезде да. Сен Айгүл екеуінің тарапынан мысалға келген кезде екеуін де бір жеңіл-желпі уже ситуацияны жіберіп тастаған адам сияқты бірден араласып кеттіңдер. А бұл кезде екінші әйелің келіп отырған кезде Жанна, иә, сен бірден бір өзіңді ұстай алмай, мүмкін сен әлі бұл отношениені жібермедің ба? Олай болса оны айт. Себебі сенің қазіргі эмоцияң шынымен түсініп тұрмын ауыр екен, бірақ та шектен тыс бұл қайтады деген сияқты әңгімелерін өрбітуің. Сол сұраққа жауап берші. Не сұрақты айтып отырсың? Сен әлі сезім бар ма Жаннаға? Мен вообще сендердің сөздерді тыңдап отқан жоқпын. Ойым басқа нәрсе ше. Мен вообще нәрсе басқа әлемде отырмын қазір. Енді келіңіз, Кім сөйлеп жатыр оралыңыз. ғой? Мына жақта мен эфирде кім сөйлеп жатыр, мен уже естіп отқан жоқпын. Жақсы, Айгүл. Жоқ, Балауса ханым, егер түсінбей отырмын да енді. Бірақ енді мені таныстыққа шақырып алады екен. Осы жерге басқа бір адам келіп Айгүл туралы әңгіме қозғаса, бірден деген сразу атып шығып, мынау шамбайына тиіп, мешать етіп сөйлеп, бәрін бір қорғаштап жүрген да. Ендігі мына эмоция. Бәрін қорғаштап жүрген жоқ. Мына эмоциясы вообще енді түсініксіз болып тұр да. Асылжан айтып тұр, сен жалпы өз-өзің сенімді жігітсің ғой. Неге онда өз-өзің сенімсіз ұстап отырсың мына жерде? Тоблай түсініксіз ситуация болып тұр да. Мен ойлаймын, адам жіберген болса, оған бәрібір болады эмоция көрсетпей, иә, жарайды, келдің ба, келдің. Ал бұл деген мерде бұлқан талқан болып үйтіп, ондай сен өтірік танысқа шақырма, білмеймін не үшін сонша үйтіп істегенді маған деген именно танысқа шақырып бұндай эмоцияны дұрыс емес деп жатырмын саған. Сен неге онша сонша үйтіп шыр-пыр болып жатсың? Жоқ, мен саған айтайын, қазір саған не обидно тиіп жатыр? Мен эмоциям ба? Жоқ, эмоциян. Я, конечно, эмоцияны обидно тиіп жатыр. Себебі Балауса ханым, сенімен таныстықта болып тұрған адам, енді келіп мына жақта басқа адам келсе, оған деген шыр-пыр болып жатса, ол кез келген адам ойланады деп ойлаймын. Мынау неменеге сонша шыр-пыр болып жатыр деген сияқты. Жоқ, Айгүл, мен келген кезде сен де сондай эмоция көрсеткенсің да, негізі. Жоқ, Балауса ханым. Білмеймін, мен өзім сондай адаммын, қайтемін. Аида, бір нәрсе айтып жіберейінші. Мен мына жақта Айгүлдің позициясын түсінбей отырмын да. Кәдімгідей ше, Жаннаны көріп өз-өзін тастап жіберді ма, бір қызғанышы оянып кетті ма Жаннаны көргеннен Асылжанға қаратай, бір Асылжанның эмоциясын қайта айта береді. Егер де Айгүл сенің Асылжанмен ешқандай бір қосыла алмаймын деген әңгімелерің шынымен де рас болатын болса, сен мына жерде ешқандай реакция бермей өз-өзіңмен отыратын едің да. Сол реакцияңды сен бізге қалай түсіндіресің қазір? Жоқ, Балауса ханым, мен негізінде өз-өзіме 100%-ке сенімдімін. Қандай жағдай болса да, просто енді мен таныстыққа шақырған адам сондай эмоция көрсетіп отырса, оны неге айтпасқа, неге мен сонда үндемей отыруым керек? Енді ол қандай эмоция көрсетсе, сен өзің ойлашы, өзінің екінші әйелі көз алдына келіп тұрған еркектен сен қандай эмоция күтесің? Жоқ, ол мүлдем салыстыруға. Тем более ажырасқанда 3 ай өткен да оны. Онда өзіне сенімсіз болсам, мына таныстыққа сөз салмау керек еді. Жоқ, сен Айгүл, сен қазір өзіңді Асылжанның орнына қойып көрші. Асылжан келген кезде сенде де қандай эмоция болды? Дәл сондай Асылжанда да. Жоқ, ол сен кішкене, білмеймін, менің ойымша сен кішкене түсінуге тырысу керек сияқтысың. Сол кезде былай ғой, енді орнынан тұрып кетіп, прямой қазір жаңағындай рекламада жүгіріп барып қасына барып сөйлесіп, болмаса жынданып, мына жағыма алақ-жұлақ еткен жоқпын. Ол кезінде просто сол 5 жыл бұрынғы болған нәрселерді былай түртіп айтып кеттім, болды. Ал бұл кісінің менімен салыстырғанда реакциясын мүлдем салыстыруға келмейді деп айтамын. Сенікі енді әйелдік эмоцияда, менікі ер азаматтың эмоциясы. Жоқ, Балауса ханым, негізі былай ғой, әйелдің эмоциясы, наоборот, біз эмоциональный боламыз. Ал сендер наоборот өз-өздерін қолда ұстап үйренесіңдер. Сендер сдержанный болуларың керек негізі. Жоқ, сен маған не сұрап тұрсың қазір? Мені не сұрап тұрсың қазір? Данный момент. Асылжан, дәл қазір өзге қатысушылар да айтып қалды. Сіздің реакцияңызды көрсеткеніңіз, тіпті өз-өзіңізді ұстай алмай қалғаныңыз бір сезімді білдірмей ме деген сұрақ келіп қалды. Және дәл сол бойынша Айгүлге айту орын ғой сізге. Бұрмалама да, сен конкретно мен бетіме қара да сөйтіп сұра сен. Мау деп не әңгіме айтып отырсың, эмоция. Ал жарайды, бетіме қарап сұраймын, көзіме қара онда. Мен саған айтып отырмын. Қара, неге қарай алмайсың? Саған айтып отырмын, неге ондай эмоция көрсетіп отырсың сен мына жерде? Ал жауап. Неге ондай